Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті мынау премьер-министрдің бірінші орынбасары Нұрлыбек Машбекұлы. Мынау қазір біз автожолда келе жатырмыз да, Алматымен Вы в зоне действия радара. Шымкенттің ортасында. Каждый 5-6 километр сайын 60, каждый 5-6 километр сайын 60 ограничение скорость. Бірден 110-нан 90 Камера кейде на бірден 60 көрсетеді. 200 метров. Қақсап келатыр міне. Мына видео регистраторлар қақсап келатыр да. Бұл Қазавтожол не үшін керек бізге? Қазавтожол мына жерде біз Далее. Наблюдение. тасымалдау жұмыстары тиімді өткізу керек. Соларды тиімді пайдаланып, осы жолмен мемлекетке қаржы кірдіру керек деп ойлаймын. Камера қойып, біреуді аңдып, мышық тышқан ойнаудың қажеті жоқ. Бұл жалғыз Қазақстанда емес, бұл бүкіл әлемдік жолда. Өйткені Европа, мына бывший СНГ, Өзбекстан, Қырғызстан, Белоруссия, Украина, Грузия, Молдовия, бүкіл Европа өтіп жатыр да. Бірақ мына жерде тура ана мышық тышқан аңдаған сияқты, мышық тышқан. Өйткені каждый 5-6 километрде 60, одан қалса жол қызметтік патрульдері көшені жауып қояды. Көшені жауып қойып, мына жақтан айналып өт, сенің ұйқыңды ашам дейді. Бұл науқастың тірлігі ме? Жоқ. Расында бұл өкіметтің бір құрған программасы ма? Менің жылағым келеді. Егер бұл өкіметтің құрған программасы болса, мен бұл ақымақтың ісі деп меніңше солай айтам, мен өз ойымды айтам. Бұл ақымақтың ісі. Өйткені каждый мынандай бір нелерге жамбылау болсын да қойып қойғанда, пластмассаларды қойып қойған, ортасында патрульдік машина қойып қойған, екі патрульдік қызметкер, жаңағы сотрудник полиция жүр. Жетонын да машина қылып кеткен бір видео камерасында. Бұл жерге жақындамаңыз, біз жұрттың ұйқысын ашамыз дейді. Сен жұрттың ұйқысын емес, сен жұртты шошытып атқаныңды білесің ба деп сұрақ қоятын адам бар ма? Мына ішкі істер министрі Ержан Сәбденов мырза, құрметті мынау Нұрлыбек Машбекұлы, біз бұны өкіметке бір емес, бірнеше мәрте жолдағанбыз. Өзіңіз Қызылорда облысында әкім болып тұрған кезде Ақтөбе мен Екортада қаншама көлік қайтыс болды, қаншама көліктер. Жолдың сапасы, әрекеттерін жақсы білесіз да. Бұл жерде келеді, басып келе жатасың, бірден 60. Бұл автобанды ауылдан өткен кезде автобанның айналасын қоршап, мал өтетін өткелдер жасап, төбесінен пешеходный, жаңағы адам өтетін өткелдер жасап, мынау әлемдік деңгейге сай қылсаң, ақылы қыл. Немесе мына каждый газ бересің, тормоз басасың, газ бересің, тормоз басасың. 60, 40, 20 деген жерлері де бар да, 20 деген жерлері де бар. Оны жүрген адамдар комментарияда жаза кетіңіздер. Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, біз сізден сұраймыз. Біз мынау президенттің мынау жұмысын жеңілдететін министрлердің жұмысын қадағалайтын премьер-министрдің бірінші орынбасары келді. Бүкіл халық қуанып жатыр. Қызылордада істеген еңбегіңізді білеміз. Халық сізді жақсы бағалады. Иә, бәріне ұнау мүмкін емес. Иә, қарсы пікір жазғандар да бар шығар. Бірақ 90-нан пайыз аса сізді жылап шығарып салды. Енді мына өкіметке барғаннан кейін мынау жолаушының жолы жүрсе өнеді дейді. Мына жерге каждый нәрсеге ограничение қоймай, ауыл аймақтардан өткен кезде қоршап, автобан 110 ба, 110, хотя бұны 120 қылып қоюға да болады да. Бүгінгі күні баяғы орыстың салдыраған Ладасы, Москвичі, Запорожцы жоқ. Бүгінгі көліктердің бәрі тормозной системасы да, мынау аварийный нелерде бәрі стандартқа сай. Евро 5 шығып жатыр қазір. Евро 4 емес. Сондықтан осыған сәйкес мына автобанда тас жолды қой, мына бізде бетон жол. Осыны 120-ға көтеру керек деп ойлаймыз. Бізді қолдайтындар жаза кетіңіздер комментарияда. Бізге тіркеле кетіңіздер. Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, сізге арнайы жолдаймыз. Мына сорақылықты тоқтатсаңыздар екен. Каждый 5-6 километр сайын 60, 40. Бұл не? Қасақана жолға патруль қойып, пластмассалармен жауып, айналып өт, ұйқыңды ашамыз дейді. Бұл науқастың тірлігі меніңше. Бұл бір өкіметтің или бір министрліктің жұмысы болса, мен өйірде
бір жерді ашып күлдім деп есептей беріңіздер. Бірақ бұл сол патрульдік полицияның басшысының или сол жол бақылау бекеттерінің миының жеткен жері осы деп ойлаймын. Мен бұған қарсымын, категорически қарсымын. Бұған халық та қарсы. Өйткені бас белатас пластмасс соғып қойған патруль тұр, мынадан айналып өт. Біреу туалеттің жанында тұр, біреу бір кемпингте, кәдімгі жолдың перекрес 30 метрге дейін тоқтау қоймайды, перекрес көшеге толтырып тастаған, қосып сізге жолдайық. Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, назарыңызға аласыз деген ойдамыз. Халықтың бұл жанайқайы, бұл халықтың жанайқайы, жалғыз менікі емес. Өйткені мынау жолда өзіңіз айтып отырсыз, 221 вокзалды күрделі жөндеуден өткізіп жатыр деп. Олыңыз рас, ол керек. Автожолда керек. Бізге туристік тартатын жерлер көп. Алматы, Алакөл, Сарыағаш көп, өте көп. Атырау, Ақтау, Түркістан облысы өте керемет жерлер бар. Бірақ ол жерге барып қатынап барадың пойызға билет 1 ай күтесін, 15 күн күтесін, самолетке билет 15 күн күтесін, жоқ. Ол 15 күн 1 айдай бұрынламасаң, ол билеттің баға шарықтап тұрады. Осының бәрін қадағалап, мынау біз турист тартамыз деп айқайлап келатқанымызға, осы последний 10 жылдың ішінде турист тарту емес, келген туристерді шошытумен айналысып жатырық па деп қорқамын мен. Өйткені келген қызмет көрсететін өте төмен, көп жерлерде өте төмен. Оны халық айта кетер. Баға деген шарықтап тұр. Түркияға, Дубайға барып келсең, например, осы Алакөлге барып демалып келсең, Бурабайға барып демалып келсең, одан арзан түседі. Оны халық айта кетер. Үкімет осының бәрін бағалап, антимонополия жұмыс деп бір баға қою керек. Аренданы шарықтатпау керек. Бүгінгі күні міне торговый домдарда аренда, мен сіздерге Алматы қаласына айта кетейін, апортта кеше біреулер шақырды, бардық. Сауда жоқ. 3-4 күн болды, біреуі қалды деді. Біреуінде уже сауда жоқ, өйткені бәрі онлайн сауда жасайды. Сондықтан уже торговый домдарда сауда жоқ. Мынау, мен банкрот болдым, осындай кетем, мынаны өткізем десе, сен договорға қара деп айтады дейді. Кішкене қылып жазып қойған. Егер сен кететін болсаң, 3 ай арендасын төлеп барып кетесің дейді. Бұл антимонополия ма, жоқ, рекетирство ма? Осындай мәселелер енді кезек күттірмейтін мәселелер. Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, назарыңыз қаларсыз. Рахмет. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожаның ұлы Әлқожа. Мынау істеп жатқан тірлігіңіздің берекесін берсін, елге еткен қызметіңізді ел бағаласын, ел Қызылорда облысында бағалады. Істеп жатқан сіздің жұмыстарыңызды бәрі сіз кетер кезде көзіне жас алып шығарып салды. Оны былай да көрдік, халықпен де сөйлесіп көрдік. Енді бүгінгі күні президент Қасым-Жомарт Кемелұлының енді нақты жұмыс істейтін адамының біреуі сіз өкіметте отырған. Сізден басқа халықтың бүйтіп жанайқайын жеткізіп, осыны шешет деп ұсынатын министрлерін мен көріп отқан жоқпын өз басым. Құрметті Нұрлыбек Машбекұлы, назарыңыз қаларсыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Менің байланыс телефоным іздеп таппай қалдым деп жүрмеңіздер. 8 705 969 9069. Менің атым Әлқожа.